Вопрос номер 1. Бірінші сұрақ. Почему ты не женишься? Мен неге үйленбеймін? Қызым жоқ. Өйткені үйлену деген мен үшін ол өте бір жауапкершілігі бар зат. Үйленіп, мен алған жарымды өте құрметтеп, және бір отбасыдан өзім ұзатып алғандықтан, маған ол жауапкершілік келгендіктен, мен оған үлкен жауапкершілікпен қараймын. Біріншіден. Екіншіден, отбасы болу деген оңай емес та. Үйленем десем, үйленіп жүруге болады. Білмеймін, не үшін үйленбей жүр. Андай да, үйленбейсің ба деген сұрақ ше. Неге бойың ұзын деген сияқты ғой. Махаббатын тапсам, ғашығын тапсам, мені сыйлайтын адам тапсам, егер екі менің жақсы көретін адамның санасы менің санаммен жолығып бір жерде табысса, вот махаббат болса, үйленуге дайынмын.